Маған қазақ жігіттерінен сезім білдіргендер. Армысың асылдым. Мынаны бір жаңалық қылып айтып жатыр екен. Шетелге күйеуге тидім, қазақ жігіттері андай, басқа жігіттер мынандай, и астында жаман пікірлер көп жазылған. Біріншіден, қазақ ұлтына келетін болсақ, бөтенге қыз беру, бөтеннен қыз алу, ол қазақ ұлты үшін үлкен күнәнің бірі. Ең бірінші күнә ол бөтенге күйеуге тию, бөтеннен қыз алу. Ол түсінікті. Бірақ 32 жылда бізде қазақ ұлтының намысын көтеретін пропаганда, қазақ ұлтының намысын көтеретін қандай да бір қыздарымыздың алақанға салып соларды ардақтайтын ер жігіттеріміздің ер жүректігін, намысын бүйтіп өршіп, бүйтіп дамытатын еш нәрсе болмағаннан кейін, біз MTV мен шетелдің канализациясын көріп өскеннен кейін, біздің бар арманымыз сол шетелге құрып кетсек екен деген сондай идеологиямен, сондай Кремльдің сондай үгіт насихатымен, одан кейін қазір ислам религиясы келді, сұмдық 4 қатын аласа 5 қатын білген болғын жеп кеткеннен кейін, біздің қыздар амал жоқ осындай жол тауып бақтары осылай ашып, осылай кетіп жатыр. Бұл тек бұл қыздың ғана қасіреті емес, бұл бүкіл қазақ ұлтының қасіреті. Сондықтан ел боламыз десек, мақал бар ғой, бесігін түзе деген, кішкентай күнімізден сондай, бірақ оны үйрететін ондай қоғам, ондай сауатты алашордалықтар қайда, мысалға сауатты көз ашық зиялы қауым қайда, ондай қазақи билік қайда? Жоқ, бәрі Кремльдің бір жеріндеміз, 5-ші нүктесінің ішінде отырмыз. Сондықтан бірдеме деп біреуге айтпас бұрын айналайын тарихқа, айналадағы қоғамға, шын мәнінде айналаңызға бір көз жүгіртіңізші, қандай елде тұрып жатсыз, қандай мемлекетте тұрып жатсыз. Осындай кезде өтірік ана тіл, шежірезан деп өтірік намыс шықпай қоймаңыздаршы. Өйткені жоқтан бар болып өмір сүріп жатыр да халық. Әйтеуір күн көріп жатыр. Қай күнде азаттықтан көрдіңіздер ме, ана бейшара Қытайда інісін құтқарамын деген Бекболат ақыр ақшқа сол күйі көшіп кетіпті. Бұл елде қазақтың құқы жоқ, бұл елде қазақ ұлтының өсу өркендеуі жоқ. Өйткені бұл Кремльдің бодауы. Сол үшін бір қазаққа бір қазақ жаны ашу керек, бір қазақ бір қазақты жақсы көру керек, сыйлау керек, таптамай.